Саламатсыз. Саламатсызбы. Аты жөнүм Еркебулан Капиятұлы Акышев. Бір сұрақ қойсам бола ма? Көңіліңізден қатты шыққан кітап қайсы кітап өзіңізге? Абай жолы. Абай жолы, Абай иә. жолы. Абаймен көзімді аштым. Абай жолын әр қазақ деп айта аламын. Мен мысалы үшін 10 рет оқысам да сол кітаптың әрбір оқыған сайын бір сырын ашылады да. Мысалы үшін Құнанбайдың образын өзін алсаңыз да неге тұрады? Құнанбай образын қалай келтірген? Сол кездегі Мұхтар ағамыздың совет заманында қаншада мен іштей болса да қаймықпай Құнанбайдың ақындығында, шешендігінде көрсете білген. Сондықтан маған Абай жолы әрқашанда балаларыма да айтарым сол Абай жолынан басталды. Абай жолынан күрделі, қиын Абай жолы, бірақ оқыған азаматшаларға өте жақсы. Кітапханаға бізге қандай қорлар, кітаптар жиналған қалар едіңіз, авторларын айтсаңыз? Енді өзіміздің қазақстандық авторлар кітаптары, біздің қазақ тарихы туралы кітаптар жазылса екен. Кейінгі біздің Кенесары туралы кітаптар, мысалы үшін, әлі де болса да аз тарихы туралы жазған кітаптар маған өте ұнайды. Сол кітаптар болса деп ойлаймын. Жақсы, онда рахмет сізге. Сәлеметсіз бе, құрметті Аида Сұңғатұлайына. Көңіліңізден шыққан бір кітап, қандай кітап оқыдыңыз, қандай кітап ұнады сізге, соны айтып тұрсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Енді бала кезімде көбінесе ертегілер оқитынмын. Енді авторлар қазір есімде жоқ, көптеген кітаптар оқылды. Енді қазіргі кезде көптеген жақсы көретін кітаптерім ол детектив кітаптері. Оның ішінде Юлия Шилова авторы кітаптерді оқимын. Ал мысалы біздің кітап қолымызда қаншама кітаптар бар ғой. Енді өзіңіз қандай ұсынар едіңіз бізге кітапхана, қандай кітап келгенін, қандай авторлар ұсынар едіңіз? Енді жаңадан келіп жатқан кітаптер көп, иә, сіздер де мен оны білемін. Балаларға мүмкін жаңадан шыққан бір ертегілер кітаптер, мүмкін сондай бір қызықты кітаптер болса деп. Рахмет, онда сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті Гүлмира Болатовна. Мен осы кітапхана атынан сізге сұрақ қойайын деген едім. Көңілден шыққан бір кітап, қандай кітап ұнады? Соны айтып жібересіз ба? Саламатсыз ба? Көңілден шыққан кітап. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» жақсы кітап. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген кітабы есімде қалды. Одан кейін классик ақындарымыздың бірі енді Абай жолы. Рахмет сізге, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті Бақытгүл Гүлжанбековна. Сіз осы көңілден шыққан бір кітап, қандай кітап оқыдыңыз, өзіңізге қандай кітап ұнады, сол жайында айтып берсеңіз? Мен енді Абай жолын оқыдым, көшпенділер оқыдым, Ілияс Есенберлиннің қаншама томдарын оқыдым. Енді кітаптарды жаңағы ұнатқан кітабыңыз қайсысы өзіңіз? Мен енді ең ұнатқан, жаныма жақын Абай жолы. Абай жолы өзіне өте ұнады. Өмірден алатын көп тарихы үлкен, данышпан ғалым. Енді осы данышпан кісіміздің Абай жолының кітабы өте ұнады маған. Жақсы, рахмет, онда сау болыңыз.